Табиғат Қаутай кім? Баламен ақылдасып тәрбиелеген дұрыс. Балада аналитика деген нәрсе жоқ. Балалардың көретін бағдарламалардың әсері өте қатты негізі. Кімді көріп тұрмын? Баламды көріп тұрмын ба, Құдайдың құлын көріп тұрмын ба? Тиран ерлерге сонда жертва әйелдер кезігеді. Біз қазақты зерттеуіміз керек дейді. Көптеген проблемалар шешілетін еді. Армысыздар, құрметті бүгін подкаст көрермендері. Бүгін біздің студиямызда қонақта Табиғат Қаутай ағамыз. Сәлеметсіздер ме? Рахмет шақырғандарыңызға. Сіздердің бағдарламаңызға қатысуыма қатты қуаныштымын. Рахмет аға. Дәл қазір көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім жақсы, жалпы. Сәл шаршау секілді бір нәрсе бар, көңіл күйім жақсы. Кездесулер болған деймін. Табиғат Қаутай кім? Өзіңізді біздің аудиторияға таныстыра кетсеңіз. Таныстыруға, енді мен өзім психолог болып жұмыс істеймін. Соңғы осы 2 жыл болды. Жалпы өзім бизнес саласынан бастағам. Бизнес-аналитик болып, аудитор болып жұмыс істеп. Сол қазір енді психологиялық сұрақтармен хабарласатын адамдармен былай жұмыс істеудеміз. Оның ішіне отбасы сұрақтары кіреді, бизнесқа байланысты, кәсіпке байланысты сұрақтар кіреді, өз-өзін дамыту секілді, енді коучинг дейді былайша айтқанда қазіргі уақытта. Сондай нәрселермен айналысамыз да. Сіз негізі қандай мамандықта оқыдыңыз? Бірнеше диплом бар. Соңғысы менікі MBA, Master of Business Administration, шетелде оқығам, бизнес-аналитик несін. Бұл жалпы MBA болды, экзекутив емес. Өз бөлінеді өз MBA-лар. Содан бері былай ең көп жұмыс істеген карьерам жалпы айтқан уақытта ол бизнес-аналитикамен айналысқам. Ең көп. Алдыңғы мамандықтарыңыз? Алдыңғы мамандықтар мұғалім болып істеген кезім болды. Жалпы химия, математика пәндерінен. Одан кейін инженер болып та жұмыс істеген уақыттарым болған. Бухгалтер болып та жұмыс істеген уақыттарым болған. Енді біраз жерлерде жұмыс істедік. Өзімді табу, іздеу біраз уақыт алды десе де болады. Біршама жол жүріп өткен екенсіз. Егер өзіңіздің кішкентай кезіңіз дәл қазір осы студияға келіп, менің орнымда өзіңіздің кішкентай кезіңіз отырса, өзіңіздің кішкентай кезіңізге бала табиғатқа не айтар едіңіз? Енді көп нәрсе бәлкім айтпас едім, өйткені ол уақытта табиғат біраз ақылды бала еді негізі. Жылдар өткеннен кейін ақылы азайып қалды ма, бір нәрсе болған сияқты. Көп нәрсе айтпас едім негізі. Бәлкім басынан сипап, бір құшақтар едім, болды. Соның өзі жеткілікті. Деп ойлаймын өз басым. Жақында Бақытжан Бұқарбайдың күміс кітабын оқып жатыр едім. Бақытжан аға айтады, біз қазақ баланы кішкентай кезінде жақсы қошеметтеп, бір қолдау көрсетеміз дағыны, бала өскен сайын оны азайтамыз. Осы біздің қазақ тіптен баланың тұсаукесерінде ғана қадамын қолдайтын шығар деген секілді пікір айтты да. Сізде өміріңізде бұл қолдауды қаншалықты көре алдыңыз? Енді бұл ата-анама байланысты нәрселер болады, айтсам. Қолдау мәселесі болды әрине. Бірақ қолдаудың бәлкім форматы сәл қалай десем екен, бала санасына келмейтін бір формат болған шығар деп ойлаймын. Өйткені бала андай ғой енді, балада аналитика деген нәрсе жоқ. Ол салыстырып анализ жасап, былай өз мағына шығара алмайды да, ересек адам секілді. И балаға кәдімгі айту керек та көп нәрсені. Айтып, былай жаңағындай ашып сөйлесу керек та баламен. Бірақ бала кезінен бері менімен баладай сөйлескен жоқ. Көбіне үлкен кісімен сөйлескенде әңгімелер болды да көбіне. Сондықтан өз басым ойлаймын. Енді ол уақыттың андай болмысы сондай болды. Мен өзім 84 жылымын. Сондықтан ол уақытта бұл норма болды. Бұл жалғыз менде емес. Сол уақыттың несі болды андай. Бала тәрбиелеу бір әдісі дейікші, сондай болды да. Ал қазір енді әрине психологтар пайда болды, психологияда дамыды деген секілді жалпы біздің Қазақстан елімізде, қазақ елімізде де. Сол себепті қазір көбіне енді баламен сөйлесуге тырысады, оны тыңдауға, естуге тырысады.
бұрын баланы есту мәселесі кемдеу еді қазақ елінде. Және де мен өз балалық шағым 90 жылдарға көп келді. Сондықтан ол уақыттарда баламен айналысу, арпалысу ондай мәселе қатты өзекті болмайтын. Ол кезде андай қарын қамын көп ойлады жалпы қазақ елі. Енді мемлекет енді ғана құрылды, андай көп нәрселер бос қалды, балабақшалар болсын, мектептер болсын, біраз андай деңгейде түскен мәселелер болды да, енді кәсіпорындар деген сияқты. Сондықтан ол уақытта баланы есту мәселесі біраз кемде болды, қысқаша айтсам. Қазір енді ол енді ашылып келе жатқан мәселе. Сол жермен қазір жақсылау, бала үшін қазір көптеген нәрсе жақсылау десе де болады. Сіз өзіңіздің балаларыңызды қалай қолдайсыз? Мен өз басым 3 қызым бар. 3 қызымның 3-еуін 3 түрлі қолдаймын. Өйткені 3-еуі 3 түрлі. Қанша дегенмен бірдей сүю керек, әрине. Бірақ тәсілге келгенде әртүрлі. Мысалы, бірінші қызым мен жеңілу дегенді білмейді. Ол еш алдына біреу шығып кетсе, нетсе, ол ондай көтере алмайды. Екінші қызым керісінше ол бірінші болғысы келмейді, ол басқалар бірінші болғанын қалайды. Ол да лидер негізі, бірақ ол көбіне андай біреудің қалып қойғанын, сүрініп қалғанын көрсе, бір нәрсесі болмай қалғанын көрсе, өзінің үстіне арқап алады да бірге жүгіреді. Сондай болады. Үшінші қызым болса, ол андай фотомодель болатын қыз енді. Сұлулық десе, өз-өзін андай көрсету, майысу. Сондықтан 3-еуіне 3 түрлі подход жасау керек. Біріншісімен жарыстық подход болса, мысалы, екіншісімен ол андай қамқорлық подход жасаймыз былайша уақытта. Ол қамқор тілімен сөйлесеміз да. Ал үшіншісімен ол біраз андай сыйлық, подарок сондайға көбірек қарайтынбыз. Үшеуінде махаббат тілі 3 түрлі ғой сонда? Иә, 3 түрлі. Хотя былай айтсақ, зат алатын болсақ, мысалы, андай сыйлық алатын болсақ, бір киім алатын болсақ, үшеуіне бірдей аламыз. Ол немес проблема емес. Бірақ соның өзінде де тәрбие мәселесіне келгенде, немесе бір мотивация, стимул беру мәселесіне келгенде, ол кезде үшеуіне 3 түрлі сөйлеу керек та. Үшеуі бір тілден түсіне бермейді. Бір-бірлерін көп салыстырады. Солай. Ата-ана баласымен қалай сырласа алады осы? Себебі қазір ол шынымен проблемада, себебі көптеген ата-аналар жанбағыстың қамымен жүреді кешке деген өзі. Ал балалар бір көлеңкеде қалып қояды. Жаңа бір таксиде келе жатқанда қызық болды. Ана бір 4-5 жасар баласын алып келе жатыр, бірақ екеуі баланың жеке шекарасы да жоқ, анасы бірінші алдына ұстап отырды да, бос орын бар екенін көріп танып отыра сал дейді да. Ол өзінің баланың шекарасын бұзды бір, одан кейін менің шекарамды бұзды, ол 2 болды. Сөйтеді дағыны қолына телефон ұстатты дағын, екеуі мүлде сөйлескен жоқ. Жарты сағаттық жол болды, бірақ олар мүлде тілдеспеді. Сондай кезде ойлаймын, ата-ана мен бала қалай сырласа алады, қалай бір-біріне досша сөйлесе алады. Жарайды, дос емес, бірақ бір ортақ сөйлесу тілін таба алады. Бұлай айтайын, бала 2 нәрседен, 3 нәрседен жақсы түсінеді. Біреуі құшақ, яғни құшақтау керек, баланы көп-көп құшақтау керек. Әсіресе қыз баланы өте көп құшақтау керек. Екіншісі маңдайынан сүю. Бұл балаға физиологиялық жағынан да миының жұмыс істеуіне де стимуляция ретінде өте күшті нәрсе. Және үшіншісі көп иіскеу керек баланы. Басқа уақытта бала, енді көп иіскеп, көп сүю керек. Бала осы 3 нәрседен жақсы түсінеді. Баламен сөйлесу осылай жүреді. Балаға андай мен сені жақсы көрем, мен сені сыйлаймын деген сөздер көп нете қоймайды. Ол сөзден түсінбейді көбіне. Ол іс-әрекеттен түсінеді. Балаға көп былай ақыл айту қатты керек емес. Оны бір құшақтау, ол содан түсінеді мәселені. Бала солай нетеді, алады. Біз кейін ол жас өте келе құшақтаудың орнына көбіне сөз қолданамыз да. Мысалы, мен сені жақсы көрем, мен сені сыйлаймын деген секілді. Бірақ бала ондай емес. Бала ол көрген нәрсесін, істелген нәрсені түсінеді. Ол естіген нәрсені түсіне қоймайды. Қазір желіні ашып қарасақ, мынандай видеолар көп та. Балалар ата-анасына ақыл айтып жатады. Сен мені жақсы көр, сен мені құшақта, сен маған ұрыспа, дұрыстап жайлап айтсайшы, түсінемін ғой деген секілді. Қарап отырғанда ойлаймын, біздің балалар ата-ана болып кетіпті ғой деп. Ата-ана мен бала әрқайсының қандай шекараны ұстануы керек екендігін қалай анықтаймыз?
шекара мәселесіне қазір айтайын, бірақ жаңа айттыңыз ғой, баланың ересек секілді сөйлесу мәселесі. Бұл кішкентай балалардың теледидардан көрген мультфильмдеріне байланысты. Қазір бұрын мультфильмдерді түсіргенде олардың мазмұны кішкентай балаға тиесілі болатын еді. Мысалы, ол жердегі үйрек болсын, қоян болсын, кірпі болсын, олар бірімен сөйлескенде балаша сөйлесетін. Қазіргі таңда мультфильмдерді егер былай психологиялық жағынан анализ жасасаңыз, ол жердегі персонаждар бар ғой жүретін. Олар өте ересек адамдардың әңгімесін айтады. Қазір жалпы мультфильмдерді ересектерге арналған мультфильмдер көбірек болып кетеді. Сондықтан бала көбіне ол сөздерді, сөз тіркестерін естиді, айтқан уақытта, бірақ оның ішіне үлкен адамның салған мағынасын салмайды. Ол просто мультфильмде көрген нәрсені қайталайды. Бірақ бізге ол как будто сол айтқан сөзін түсініп тұрғандай сондай бір эффект келеді, сондай бір әсер береді. Біз ойлаймыз, ол айтып тұрған нәрсесін түсініп тұр. Жоқ, ол түсініп тұрған жоқ көбіне. Ол не айтып тұрғанын қатты түсіне қоймайды. Ол сол жерде көрді, соның қайталады да, сол мәселе болады. Ал ата-аналар бұны түсінбегендіктен ойлайды, баласы ересек болып кеткен деп. Ересек баламен қалай жұмыс істерін білмей қалады да, біраз тәрпештеп қалады да, артқа тартылып, сондай нәрсе бар. Бұл бір сондай психологиялық бір эффект бар да. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе, жалпы мультфильмдер қазір андай баланы тәрбиелеу мақсатында түсірілмейді көбіне. Бұлар андай, қалай десем екен, көптеген халықтардың андай традиционный дейді ғой, былайша уақытта көне тарихи келе жатқан мәдени андай құндылықтарын езетін мазмұндар көп та негізі ше. Ол андай мультфильмдер көріп алғаннан кейін бала өзінің халқына да андай не қарай бастайды. Андай тас дәуірінде қалып кеткен бір нәрсе секілді қарай бастайды. Мәдени болуды бір артқа тартатын бір нәрсе секілді. Сондай қарайды да көбіне. Бұған мультфильмдер мысалы жаңа балалардың көретін бағдарламалардың әсері өте қатты негізі. Мысалы қазір ең көп тараған Netflix секілді сондай нелер бар, мысалы Nickelodeon секілді жаңа әртүрлі нелер. Егер мазмұнын қарап көрсеңіз, өте қауіпті нәрселер өте көп ішінде. Бұл екі. Үшіншісі де енді жаңа шекара мәселесін айттыңыз ғой. Бұл шекара мәселесіне келгенде, енді былай айтайын, біз бұрын балаға аманат секілді қарайтынбыз. Қазақ халқының жалпы ұстанымы ол ислам дінінен алынған ұстаным еді, пара-пар. Баласына қарағанда баласын көрмейтін ата-аналар бұрын. Бұрын баласына қарағанда Құдайдың құлын көретін. Былайша айтқан уақытта мен балама қарағанда кімді көріп тұрмын? Баламды көріп тұрмын ба, Құдайдың құлын көріп тұрмын ба? Егер баланы көріп тұрса, онда шарт қояды. Балам бүйтсін, асырасын, бүйтсін. Енді неше түрлі шарттар қояды. Ал Құдайдың құлын көрсе, ол енді ондай шарт қоя алмайды. Өйткені ол менің балам емес, ол Құдайдікі. Сондықтан оны тәрбиелейтін де Құдай, ризқын да береді Құдай. Ол маған тек қана аманат. Мен тек қана қамқорлығын көрсетуім керек деп сөйтіп қарайды. Сол себепті бұрын мысалы қазақ халқында батырлар көп шығатын. Неге? Өйткені анасы, әкесі өзіне бүйтіп баланы жабыстыра алмайды. Сен мен баламсың деп отыра алмайды. Ол айтады, еліңнің бір несі бар, проблемасы бар, соны шешуің керексің, бар аттан деп жаңа баласын жібереді мысалы. Сондықтан батырлар шықты. Қазір батырлар неге жоқ деп мысалы көп айтады ғой жаңа желіде, жоқ болатын себебі өйткені үйдің қарамағына шығарғысы келмейді ата-анасы. Алысқа барғанын қаламайды, жанында жүргенін қалайды, жігерсіз болғанын қалайды. Неге? Өйткені бала жігерлі болса, ол тыңдамай кетеді деп қорқады мысалы. Және де бала 20-30 жасқа келгенмен асырау керек деген сондай шарт қояды деген сияқты. Сондай шарттар көп. Сондықтан баланың жігерлі болуы, батыр болуы, өзін көрсете алуы, тіпті жақсы ақша тауып, жаңағындай үлкен тұлға болу, ол екі талай мәселе болып кетеді. Бұндай тұлғалар енді бізде шықса бәлкім бай орталардан шығуы мүмкін. Өйткені біраз андай байыған андай отбасыларда енді баланы біраз бос қылдыруға тырысады. Баланың біраз андай өзі жігеріне өзі нетсін, жауап берсін, өз талабына деген секілді. Қазір сонда ата-аналар балаларын бір әлеуметтік жоба ретінде қарайды да, пилоттық жоба ретінде. Мен оны көп жерде айтамын, пенсионный фонд секілді қарайды негізі. Былайша 20-30-ға келгенде дивиденд бересің деген секілді сөйтіп қарайды. Ол өтірік емес, енді ол өте андай жайылған бір тенденция десе де болады жалпы. Сол баланың несін алып тастайды. Кейін мысалы бізде андай не бар, кризис средний возраст деген нәрсе бар. Ол шамамен 30-35-ке келген уақытта көп адамдарда күйзеліс басталады, жастарда. Ол не күйзеліс? Ол
30 жасына шейін көп жастар ата-анасы қалай айтты солай өмір сүреді. Бірақ ойлайды, бұл мен өзім қалаушылықтарым деп. Мысалы, оқыған мамандығы, жұмыс істеген жері, мысалы, үйленген адамы, мысалы, бұл менің қалаушылығым деп ойлайды. Бірақ 30-ға тамам келе бастаған уақытта, 30-дан аса бастаған уақытта қатты күйзеледі. Неге? Өйткені ата-анасының оның үстінде деген андай әсері әлсірейді. Бір, екіншісі бұл ата-анасынан да басқа нәрселерді түсіне бастайды. Ата-анасы былай айтады, бірақ қауым былай айтады, ғасыр былай айтады, жаңағы тұрып жатқан географиялық жерін басқаша айтады деген секілді альтернативалар көп көреді, салыстырады. Сол салыстырудың нәтижесінде біраз андай диссонанс болады, андай кімге сенейін деген мәселесі басталады. Сосын мынандай нәрсе бір тұжырымға келе бастайды. Бұл кенеттен болмайды, енді бұл біраз көп ауыртпашылық беретін кезең, бұл бірнеше жылда созылуы мүмкін. Кей адамдарда 2-3 жыл, 4-5-6 жылға шейін созылатын бір процесс та бұл. Сол нәтижесінде бір нәрсені түсінеді, оған дейін тек қана ата-анасының ғана қалаушылығымен өмір сүрген екенмін. Мысалы, даже үйленген әйелімнің өзі ата-анама жайлы келін, бірақ маған жайсыз екенін түсінеді. Сондай нәрселер болады да. Көбіне андай анам қалай өзінің шекарасына сонда кеш енеді адам. Иә, сонда не болып кеткенде андай сепарация дейді ғой, ата-анасынан бөлінбеген. Сондай бір не бар, ана сепарация деген ондай бала кіндіктен ана құрсағынан шыққаннан кейін кіндігін кесу мәселесі бар, соны сепарация дейді да. Сондай нәрсе жүрмейді да бізде көбіне. И айта берсем негізі мәселе көп, но жалпы айтқым келген нәрсе мынау 30-35-ке келген уақытта көп адам түсінеді, өзі қалағанда өмір сүрмейді екен. Ата-анасы немесе үлкендері қалай, әжем атам қалай айтты, анам әкем қалай айтты, сол өмір сүреді екен. Кейін ол нәрсенің қазіргі заманға келмейтінін түсінеді. Өйткені олардың ой өрісі андай кеңес үкіметінің ой өрісі бар, қазіргі басқаша деген секілді сондай қақтығыстар болады да. Сол себепті өте көп андай отбасылық кризистер енді көп жайылған біздің жалпы қазір мемлекетте. Мен көп адамнан байқадым. Біз қазақтың қанына сіңіп кеткен нәрсе шығар мүмкін. Бала ата-анасының алдында өзін борышдар сезінеді. Қарызы бар адам қалай тынбай күндіз күлкіден түнде ұйқыдан айырылып жүрсе, ата-анасы тірі кезде құрметтеп, сөйтіп қалайын деген секілді уағыздар, сыртқы ортадағы ақпараттар көп та. Адам өзін ата-ананың алдында қарыз ретінде сезімін босату үшін, осындай бір қарыздар сезімді босату үшін адам не істей алады? Жалпы бұл жерде мынандай енді қазір біраз ауыр анализге ауыр нәрселерге кіруі мүмкін, бәлкім көрермендері қиындауы мүмкін. Бірақ былай айтайын, біз ата-ана ризалығы деген нәрсе бар. Ол бар, ол дінімізде де бар, мәдениетімізде де бар нәрсе. Бірақ біз ата-ана ризалығын нәпсі құмарлықпен шатастырып алғанбыз. Ол қалай десе де болады, ол мынандай мәселе. Ата-ананың ризалығы бұл дүниеде алынбайды, бұл өмірде алынбайды. Ата-ананың ризалығы, егер хадистерді мұқият оқитын болсақ, ол жерде былай айтылады. Жұмаққа кірер алдында бір рәсім секілді бір не болады, амал болады. Ол жерде жұмаққа кіретін адамдар бір-бірінен разылығын алады. Мен сенен разымын, сен менен разысың, сосын Раббымыздан разымыз, Раббымыз бізге айтады, мен сендерден разымын деп сол айтылады. Енді былайша айтқанда жұмақтың табалдырығының алдында айтылатын сондай бір не болады, амал болады. Одан кейін ғана жұмаққа кіріледі. Барлық бұл жұмаққа кірудің бір визасы десе де болады, былайша айтқанда. Сондықтан ал көбіміз біз енді кеңес одағынан келгендіктен біздің ой өрісіміз материальный, былайша айтқанда. Біз ойлаймыз, ата-ананың ризалығы осы өмірде алынады деп. Ата-анамызды риза етеміз деп ойлаймыз да, ата-анамыздың нәпсісін тойдырумен кетіп қалады. Мәселеміз кетіп қалды да. Бірақ нәпсі тоймайды. Тем более хадистерде айтылады, адам қартайған сайын екі тамыр күшейеді деген. Бірінші тамыры ол көбірек сүрейінші, көбірек өмір ұзақ болсыншы деп өлгісі келмейді адам. Екіншісі де дүние құмарлығы көбірек болады да, адам жинай бергісі келеді, зат жинай бергісі келеді. Мысалы, байқасаңыздар, бұрын болушы еді, апа-әжелеріміз сандықтың түбінде бір алтындарын алып шығушы еді, мысалы. Оны еш кимейді да, мысалы, жылдар бойы кимейді, бірақ сол сандығын астына жатады. Сөйтіп жинай береді. Адам сондай бір дүние жинау несі тамыр қаттаяды, адам қартайған сайын. Осыны жасасаң разы болам дегендей сондай бір не береді да. Бала да соны разы етемін деп, нәпсісінің тойдырам мәселесімен жүгіреді да, бірақ ол дінмен де белгілі, нәпсі ешқашан тоймайды. Бір. Екіншісі де қарт шақтың ауыртпашылығы бар.
мысалы адам неге қарттық шақ өте андай ауыртпашылықпен байланысты, себебі адам нәресте болып келеді дүниеге, одан кейін алла тағала денсаулық береді, жаңа ақыл береді, білім береді, лауазым береді, адам біраз дүниелік істерге араласады. Оның ішінде халалда нәрсе жасайды, харамда нәрсе жасайды, күнәда жасайды, жақсы нәрсе жасайды, аралас өмір сүреді. Кейін 40-45-50-ден былай қарай қарттық басталады. Енді алла тағала бұл дүние не үшін жаратты? Осы дүниеде біздің күнәларымыздың қалғанын жаратты, қалуын қалады да. Былайша айтқанда біздің күнәларымыз осы дүниеде жиналсын, жұмаққа еш нәрсе кетпесін дегенде. Сол себепті осы дүниеден біздің таза, максималды түрде таза шыққанымызды қалайды. Ол үшін бізді тазарту керек. Қарттық шақ адамның жас кезінде жасаған күнәларына кафарат дейді, былайша айтқанда андай противовес, андай тазару бір несі, рәсімі десе де болады. Жастық шағында көп енді күнәлар жасады, енді қарттық шағында ауыру арқылы, қиналу арқылы сөйтіп тазарады адам. Енді алла тағала ойлаңыз, мысалы, біреудің ата-анасын тазартқысы келеді, сөйтіп қарттық шақпен қиыншылықта өткізіп. Ал бұл жерде баласы араласса, ақша берем, анау берем, мынау берем деп, ата-анасына қарттық шақтың ауыртпашылығын көрсетпеймін дейді да. Алла тағаланың тазарту процесіне қарама-қайшы нәрсе жасайды да, былайша уақытта. Бұны да білу керек. Бұл тағдырға қарсы шығу мәселесі шығады да. Бұл ата-анамды риза қыламын дейді да, бірақ біз білмейміз, біз пендеміз. Біз пенде болғаннан кейін ойлаймыз, ата-анамның жағдайы жақсы болсын деп деген секілді. Ата-ана да соны тілейді бізден деген секілді. Бірақ нәпсінің артынан кетіп қалғандықтан ата-ана өкінішке орай көбіне мына дүниеден тазармай шығып кетеді. Сол мәселесі бар да. Тазармай шығып кетсе, онда тазару ана жаққа қалады да, өлімнен кейін қалады, ол өте ауыр нәрсе. Сол себепті хадистерде айтады ғой, ата-анасы баласынан қашады, жаңағы не көргенде дегендей. Енді неге маған тазаруға мұрша бермедің деп баланың өзінен де қарсы шығуы мүмкін, ол дүниеде. Сондай мәселелер бар да. Бұны енді бұл терең нәрселер, былайша айтқанда, бұл діни сауаты бар адамдармен талқыланатын сондай мәселе. Бірақ айтқым келген нәрсе қысқаша былай. Ата-ананың ризалығын іздеймін деп, ата-ананы тойдырамын мәселесіне кіріп кетсе, бала бұл батпақтан шыға алмай қалуы мүмкін. Ондай өте көп ондай кездеседі. Осы кезде менде бір сұрақ туындады да, бізде мысалы бала кішкентай кезден айтамыз да. Өскен соң осы мамасына шуба әпереді, өскен соң осы бала әкесіне көлік мінгізеді, пәтер әпереді деген секілді бір міндеттерді бала кезден айтып тастаймыз да. Ол бір қаржылық сауаттылықты арттыру емес та, ол бір міндет жүктеу секілді нәрсе. Ал біз баланың қаржылық сауатын қалай қалыптастыра аламыз? Қалай негізін қалаймыз? Қаржылық сауат деп айтады, бірақ негізінде қаржылық сауатқа байланысты нәрсе. Балаға қаржылық сауаттылық емес керек нәрсе. Балаға шешім қабылдау қабілетін ұштастыру керек. Өйткені шешім қабылдау ол кәсіпте де, өмірде де, достардың арасында да, жалпы қалай десем екен, өзінің отбасын құрғанда да ең бірінші адамнан талап етілетін нәрсе дұрыс шешім қабылдау қабілеті. Осы мәселені ұштастыру керек. Бірақ бұл мәселе балаңыз егер шынымен де үлкен шешімдерді қабылдауын үйреткіңіз келсе, онда балаға жігер беру керек. Былайша айтқан уақытта баламен ақылдасу керек. Балаға шешім қабылдағаннан кейін хабарлауға болмайды. Таңдау еркінде қандай нұсқалар бар, соны біз көрсете алуымыз керек. Мысалы, біздің көп ата-аналарымыз өзі шешеді, сосын баланы перед фактом қойып, былайша айтқан уақытта балаға уже шешілген нәрсені айтады да. Тек сен осыған бейімделіп кетсең болды, дайындап қойдың, давай деп. Біз сені дайындадық, сен осымен жүре бер деген секілді. Солай істей, балада жігер болмайды. Кейін сосын таңғалады, неге сен жұрттың баласы секілді бизнес құра алмайсың деген секілді. Ол құра алмайды ондай нәрсе, өйткені оның орнына 20 жыл бойы сіздер шешім қабылдап келдіңіздер, одан кейін 20 жылдың ішінде өспеген нәрсе, одан кейін кенеттен өсіп кетпейді ондай нәрсе. Ондай нәрсе жоқ та. Сондықтан ең бірінші үйретілетін нәрсе ол шешім қабылдау қабілетін ұштастыру. Әсіресе ұлдардың арасында. Ұл балаға ешқашан шешім қабылдағаннан кейін хабарлауға болмайды. Ұл баламен ақылдасу керек. Кішкентай болса да. Ол не секілді, тренажер секілді нәрсе, ол бала кезден онымен ақылдасып, ойын қандай деген секілді. Мысалы, хадистерді оқысаңыздар да үлкен даналардың, ғұламалардың бала тәрбиесіне не істегендерін қарасаңыздар, көбіне ұл балалармен ақылдасқан. Балам, не ойлайсың мынау туралы деп сұрайды да. Баласы сосын айтады, мен мынаны ойлаймын деген секілді ойын ойлайды. И балада не қалыптасады? Маңыздылық қалыптасады. Мен маңыздымын, мен санасады, мен шешім қабылдай аламын,
мен андай былайша айтқанда өзіме сенімдімін, мен жігерлімін деген сондай түсініктер мен қабылдаған шешімім дұрыс болсын, бұрыс болсын, ары қарай алып кете аламын дейді, жалпы. Енді бұрыс емес, бұл жерде ең маңыздысы балаға былай орысша айтқанда пространство дейді, былай андай бостандық берілу керек та. Баланы былай қысып, сен 4 бұрышты бол немесе 3 бұрышты бол деп андай бір пішінге салып қою сол қате болады да. Сондықтан айтқым келген нәрсе қысқаша баламен ақылдасып тәрбиелеген дұрыс. Бірақ көп айтады, ол кішкентай дым түсінбейді. Жоқ, ол түсінбейді емес. Ол жадында қалады ол мәселе. Кейін 20-30 жасқа келген уақытта қиыншылықпен андай кездесіп, сағы сынайын деп жатқан уақытта сол кезде есіне түседі бұл мәселелер. Сол кезде архивтан шығады жаңа бүкіл несінен маңыздылығы. Мотивацияны әлемдік коучтардан емес, өзінің өмірінен ала алады да. Иә, андай түсіне алады, мен бала кезде мен маңызды едім. Сол маңыздылығым қайда кетті дейді да, өзін жігерлей алады да. Сондай мәселе бар да. Ал егер бала кезінен езіліп өсірілген болса, немесе оның орнына шешім қабылдап өсірілген болса, ол не нәрсе мотивация? Ол әрине ол мотивация іздеу үшін енді басқа біреудің өміріне сығалап қараумен, немесе бір кітаптардан іздей бастайды. Өзінде ондай болмайды да. Бір андай сүйенетін бір трек таба алмайды да өзінде. Сол жер проблема. Әрбір ата-ана баласын қалай бар солай қабылдауды қалай қалыптастыра алады, және балаларды ата-анасы қалай бар солай қабылдауды қалай қалыптастыра алады? Енді бұл бірінші сұраққа да қайта келеді. Егер аманат ретінде қарайтын болса, Құдайдан келген перзентті, онда жаңағындай қамқорлықпен қарайды. Бір, екіншісі оны маңызды деп қарайды. Жалпы былай ғой, мысал ретінде келтірсем, ойлаңыз, сізге бір үлкен басшы келіп жаңағы сыйлық сыйласа. Байқасаңыз, басшылар бір практикалық андай маңыздылық бар бір сыйлық сыйламайды, бір статуэтка секілді бір нәрсе сыйлайды. Оны кәсіпте қолдана алмайсыз, мысалы, бірақ бұл жерде мәселе ода емес, оны практикалық жағында емес. Мәселе кім оны сыйлады? Лауазым үлкен адам сыйласа, ол сыйлықтың несі бағасы да өзгеше болады да. Сол себепті тура сол мысалдағы секілді баланы кім жіберді? Баланы Алла жіберді. Алла жіберген болса, оған өте андай маңызды қарау керек та, маңызды көзбен қарап, жаңа баға беру керек та, оған бір шарт қойуға болмайды. Сен егер 5 алсаң ғана маңызды боласың, немесе спортта бір орын алсаң ғана маңызды боласың. Былайша айтқанда андай шартты түрде сүюден бас тартқан дұрыс. Бала өзі дара недандай маңызды да негізі. Оған бір міндетті түрде бір нәрсе істеп, сырттан бір нәрсені алып келіп, немесе ақша тауып келіп қана маңызды болу деген, ол бір андай, ол махаббат емес. Шартты махаббат емес, бар болғаны үшін жақсы көре алу керек. Бар болғаны үшін жақсы көру керек та. Бір, екіншісі, адам андай ғой, қалай десем екен, өзін бала кезін есіне түсірсінші, өз бала кезінде өзіне ұнамаған нәрселерді өз баласына неге жасайды? И соны біраз ойластыру керек та, андай махаббатты бір зат алмасу рәсіміне ауыстырмаған дұрыс та. Мысалы, ата-анасы махаббат бере алмайды көбіне, оны сыйлықтармен жабады да. И бала да сондай нәрсеге үйреніп қалады, ойлайды, мен ата-анама тоже бір сыйлықпен қайтаруым керекпін деп ойлайды. Мынандай нәрсе оқыдым да, жақында бір психолог айтады, бір қызда мысалы өзін ұратын, өзіне жекіп сөйлейтін жігіттермен араласқан жақсы көреді дейді да. Неге дейді да, оған ол нормально, ол оны қалыпты құбылыс ретінде қабылдайды, себебі әке шешесі оған тек қана ұрысқан кезде көңіл бөлген болуы мүмкін дейді да. Сондықтан ол махаббат деген не деген сұрақтың жауабы оның санасында махаббат деген ұрсу, махаббат деген ұру деп қалып кеткен дейді. Орысша андай сөз бар, бьет, значит любит. Ол надан ғой, енді бала мұқтаждығы болады. Ол кішкентай ғой енді. Мұқтаждығын бір нәрсе жапқысы келеді. Кейбір балалар ойнап жабады оны. Мысалы, ата-анасын қызықтыруды біледі. Мысалы, кейбір ата-ана оған беріледі, қызыққандықтан барады, жаңағы кәмпиттің бір нәрсесін алып береді. Кейбір ата-аналар бала қатты жыласа ғана, қатты енді бақырып нетсе андай агрессиясына ғана жауап береді. Сол кезде ғана береді. И бала да сондай қалыптасады. Мен жыласам, мен жертва болсам, мен андай өзім долданып, өзімді сөйтіп жаман жақтан көрсетсем, сол кезде ғана мені байқайды деген. Ол бала ғой, енді мұқтаждығы бар, ол мұқтажды бір нәрсе жабу керек қой, көрсету керек. Ол қалай көрсетеді? Ол сондай бір
приемдарды жаңағы тәсілдерді қолданады да, ата анасы қай тәсілге көбірек жауап берген болса, сол тәсіл ода өзекті тәсіл болып кетеді да, и өмір бойы сол программамен жұмыс істейді ол. Күйеуіне келсе де, мысалы тұрмысқа шығатын қыз болса да, жалпы жұмыста да болсын мысалы, бастығы солай қатынас жасаса, оған нормально. Ол өзінің деген истерика арқылы жетуді, немесе андай, қалай десем екен, андай өте арам нәрселер жасау арқылы ғана өзіме жете аламын, жаңағы дегенме деген сондай бір ойға кіріп кетеді да адам. Жайдан жай жете алмаймын, әйтеуір бір алдында бір қулық, сондай бір әдіс тәсіл болу керек. Әділ тәсіл, сондайға үйреніп қалады, бала кезінен жадында қалып қояды. Сол өзекті программаны орындаумен өтеді өмірі, сөздер жаман да. И одан кейін жаңағы қол көтеретін ер адамның шығуы содан шығады. Өйткені басқаша, енді ондай әйелмен ер адам да бір жағынан қалай сөйлесерін ол да іздейді былайша айтқан уақытта. И көбіне андай тиран ерлерге сонда жертва әйелдер кезігеді. Неге? Өйткені әйел жағы тайық жеп өзін жылап, жаңағы өзін көрсетуді үйренген, ал ер бала өзінің дегенін ұрып немесе бұзақылық жасау арқылы неткен да, андай қорқыту арқылы өзін ішкі дүниесін сөйтіп қана түсіндіре алады. Өйткені ата-анасы оны да ұрған бала кезінде. И ұрғандықтан баланы тыңдату үшін қорқыту керек дейді да, сөйтіп үйреткен. И бала да ол жазылып қалған. Бала да ойлайды, жаңа ұл бала, ол да кішкентай бала болды ғой, ол да кенеттен туға салып тиран болған жоқ қой, мысалы. Қатыгез залым болған жоқ. Ол бала кезде көп таяқ жеді. Таяқ жегеннен кейін ол да ойлайды, басқаларға өзіңді естірткің келсе, оны сен ұруың керексің дейді да. Сөйтіп ұрсаң, ананың құлағы ашылады деп ойлайды. Сондықтан енді қолын көтереді. И сөйтіп екеуі бүйтіп ит пен мысық секілді быт-шыт болады жүреді. Ұрпақтан ұрпаққа ауыр нәрселерді сүйремей қалай тастап кете аламыз? Мені әкем ұрды, мен де баламды ұрсам норма деген сияқты ойларды біз қалай өзгертеміз? Ол өйтіп норма деп ойламайды да. Негізі бала нәзік қой, енді дүниеге нәзік келеді, ол таза болып келеді. Мысалы хадистерде ол да сипатталады да. Бірақ бала сол нәзіктігімен енді дүниеге келді, сол кезде ата-анасына таяқ жесе, одан мынандай ой пайда болады. Мен жұмсақ болсам, әлсіз болам. Енді күшті болу үшін мен де қатыгез болуым керекпін деген сондай оймен, кейін өзінің баласы пайда болған уақытта баласының мен секілді езілгенін қаламағандықтан мен оны ұрып тұруым керекпін дейді. Былайша айтқан уақытта мен оны андай қатал ұстасам, сол кезде ол мен секілді көп таяқ жемейді. Мен секілді андай ез болмайды деген секілді. Сондай ойлайды, ол өте андай күрделі психологиялық қандай бір түйіндесе де болады. Былайша айтқан уақытта баласына жақсылық жасаймын деп, бірақ зұлымдық арқылы баламды күшейтемін деп ойлайды. Андай баламды сыртқы әлемге осылай дайындаймын. Бүкіл ата-аналар баласына жақсы болған қалайды ғой енді, бірақ ол жақсылықты әртүрлі формада. Бірақ ол біраз андай ұсқынсыз, уродливый сондай түрде шығады ол мәселе. Түсіндіре алдым ба? Былайша айтқан уақытта андай әскерде болады ғой, мысалы, әскерде әскери адамдар мықты, солдаттар мықты болсын деп, жаңа неше түрлі қиыншылықтан өткізеді ғой. Олардың уставы бойынша, миссиясы бойынша тәсілі сондай, сен қиыншылықтан өтуің керек, сол кезде сен мықты боласың, ана-мына шыдауың керексің деген сияқты. Соған ұқсас бір тәрбие бұл. Түсіндіре алдым ба? И бұл мәселе де бізде неге көп таралған? Себебі біз өткен ғасырдың 20-30 жылдары көп зардап көрдік. Зардап көрудің нәтижесінде тірі қалғың келсе қатыгез бол деген сондай не шықты да, қасқыр бол деген сондай бір мінез қалыптасты ма? Жоқ. Сондай бір өмірге деген сондай көзқарас қалыптасты. Бағдарлама ғой. Сондай бағдарлама. И мынандай нәрсе де бар, ол уақытта мысалы халық жауы деп талай адамды қырып жіберді ғой. И адамдар былай болды, мысалы, енді мысал ретінде келтірейін. Ойлаңыз, 3-4 отбасы бір жерде өмір сүріп жатыр. Ойлаңыз, мысалы, бір кешкі аста тамақ жеді. 4 отбасы дейікші, бір жерде жиналды, коммуналка болсын, басқа бір жерде болсын, жиналды. 4 отбасынан кейін таңғы асқа жиналған уақытта, мысалы, бір отбасы жоқ. Ол не деген сөз? Демек, түнде оны жер айдап жіберді деген сөз. Сібірге айдап жіберді деген сөз. Неге айдап жіберді? Демек, мына 3 отбасының біреуі оған арыз жазған. Оның жаңағы айтады да, сен көршің туралы жазсаң, саған бір не береміз, орын береміз, бүйтеміз, сөйтеміз. Ол жазып жібереді. Ол қорыққаннан алады, өтірік болса да жазып жібереді. Ол шынымен де халық жауы анау-мынау деген секілді. Енді ойлаңыз, осы 3 отбасының арасынан біреу сөйтіп жала жапқан болған болса, қалған 2 отбасы не істеу керек? Олар қорқады.
Сондықтан кеңес үкіметі өтірік айтуды андай өмірлік тірі қалудың амалы ретінде сондай сөйтіп тәрбиелеген адамдарды. Сондықтан сатқынды көп болған. Адамдар жаза берген адамдар мысалы 4,5 миллионнан астам арыз жазылған дейді кезінде мысалы. Енді бұл андай ойға сыймайтын бір санда негізі адам жаза берген. Қайда? Өйткені сөйтіп қорқыта берген. Бөліп алды, биле деген секілді адамдар бір-бірін шақыстырып. И сол нәрсе бізге қатты сіңіп кеткен. Сол себепті жағымпаздану, немесе күшін алып ұру мысалы, біреуге жала жабу, немесе андай қазақтың ыдырап өмір сүруі, мысалы бір-біріне бізде ең көп жетпейтін нәрсе қамқорлық. Бір-бірімен не болса да маған тимесе болды деген мәселе бар. Бұл біздің мәдениетіміздің бір өзекті несі болып кетті, программасы деймін, бағдарлама, сондай бір нәрсе болып кетті. Сол себепті қазақ халқы андай өткен ғасырдың 20-30 жылдары қалыптасқан көз қарасты әлі артта қалдыра алмай жатыр. Әлі андай сүйреп алып келе жатыр. Сондай бір нәрсе болып келе жатыр. Бір қап пішірген картоп туралы айтады ғой. Сондай. Артығын алып тастамай сүйреп келе береді. Сондай сол қиын. сияқты жүк. Мысалы үлкен кісілерді қарасаңыздар, дүние көп жинайды да, мысалы балконда неше түрлі заттар жатады ғой, мысалы кедеймін десе көшіп көрді. Ол неге олай болған? Ол қайдан қалыптасқан нәрсе? Бұрын қазақ халқы көп көшіп қонатын, мысалы ол кезде зат дүние көп жинамайтын, ол қолайсыз нәрсе болды да. Неге кеңес үкіметінен кейін бұндай нәрсе басталды? Өйткені адамдар білмейді андай, қалай десем екен, барлық нәрсені жинай берейік, ала берейік, бүйте берейік, сөйте берейік, сондаймен қалыптасқан бір андай керек болып қалады. бір андай бір қорқақ тышқандар болады ғой, ініне барын тыға береді ғой. Сол секілді бір андай қалыптасып қалғанда ой өрісі дейін бе, қалай десем екен, мәдениет деп айта алмаймын. Ойлау жүйесі деген. Сондай бір нәрсе әдет қалып қойғанда, өкінішке орай. Бұның барлығын енді тазарту бізге қалған нәрсе, әрине кеңес үкіметінен кейін пайда болған ұрпақтарға. Бірақ енді әрине бұны істеудің жолы енді үлкен бір мамандар шықса, психология, социология секілді бағыттарда біраз зерттеулер жасап деген секілді. Сіз жаңа айттыңыз ғой, мамандар бар дедіңіз. Бізге мүмкін ағылшын тіліндегі нәрселерді, әлемдік практиканы енгізу маңызды шығар. Жоқ, ондай нәрсе емес та. Айтқым келген нәрсе мынау. Мамандар бар дедіңіз, келісем, оқитындар бар, бірақ оқитындар ғана бар. Ол не деген сөз? Біреудің тапқан тәжірибесін жаттап алады. Бірақ өзі білім шығарып үйренуіміз керек біз. Өзі қорталмайды ғой, Жоқ, қорталмайды деген мысалы жаңа ақпараттар бар ғой, кітапта жазылған, мысалы психология болсын, батыстың кітабы болсын, орыстардың кітабы болсын, ол солардың психологиясы. Ол солардың жаңағы халқына тән білімдер. Біз қазақты зерттеуіміз керек бізді. Біз қазақи психологияны шығаруымыз керек. Былайша айтқан уақытта біз оқыдық, көрдік, бірақ көптеген батыстың кітаптары қазақ несіне, философиясына, қазақтың андай ой өрісіне келмейді. Мысалы, батыста эгоцентризм мықты дамыған. Істесең барлық нәрсе өзің үшін ғана деген. Эгоны қатты нетеді. Бізде олай емес. Біз бұрыннан бері егер эгоны ойлай беретін болсақ, қазақ халқы ешқашан тірі қалмас еді. Біз тайпа-тайпа өмір сүрген адамдармыз. Бізде андай эгоцентризм болған жоқ. Біз қауымды ойлайтын сондай халықпыз да. И бізге эгоцентризм деген нәрсені салсаңыз, ол бізді ыдыратады. Былайша айтқан уақытта быт-шытын шығарады да. Неге? Өйткені батыстың адамдары жалғыз өмір сүру оларда норма. Бізде норма емес. Біз былайша айтқанда жамағатпен өмір сүретін адамбыз. Бірақ бұны дұрыс бағыттап, дұрыс өсіруіміз керек. Бұл біздің мәдениетіміз құндылығы. Бұл құндылықты бірақ дұрыс қолдана алмасақ, жұрттың баласы ауруы содан шыққан мәселе. Егер тайпалар мен қауым болып, жамағат болып өмір сүріп үйреніп қалған халықтарды бұзсаңыз, ол жерде бәсеке көбейіп кетеді. Ол жерде көреалмаушылық, салыстыру көбейіп кетеді. Ал егер дұрыс нетсеңіз, ол жақта ұжымдылық көбірек болады. Бұл бір жағынан жақсы да, бір жағынан өте қауіпті нәрсе. Егер күшті болса, біргет, егер нашар болса, бір-бірін шіртеді. Сондай бір нәрсе. Біз бірінші қазақтың андай несін психологиялық бір андай картасы дейікші, былайша айтқан уақытта, сондай шығаруымыз керек бізді. Біз қазақ көбіне қандай оқиғаларда қандай реакция көрсетеміз.
қандай жерлерде қандай шешімдерді көбірек қолданамыз. Әр адам өзін таныған кезде сұрайды ғой, мен қай кезде ашуланамын, басыламын деген сияқты. Соны бір біліп алуымыз керек. Ұлттың танымын анықтау керек. Соны бір біліп алуымыз керек. Содан кейін ойлануымыз керек, біз неге біз мынандай оқиға кездескен уақытта мынандай реакция көрсетеміз. Неге мынандай оқиға болған уақытта мынандай реакция. Оның бір астына түсіп себебін табуымыз керекпіз да, тамырын. Кейін сол тамырды өзгерткеннен кейін оны былай бөліп бөлшектеп керегін қалдырып керегі жоғын алып тастап өзгерткеннен кейін қалған өзгереді. Бірақ бұл өте терең жұмыс. Бұны андай кітап оқумен шешілетін жұмыс емес. Бұл кәдімгідей адамдарды алып, олармен жұмыс істеп, сұрап, интервью жасап, статистически жазуымыз керек. Біз мынанша 10 шақты, 1000 шақты, 100 шақты адамды сұрастырдық. Әрбірі мынандай жауап берді. 80% былай жауап береді, 20% былай жауап береді. Демек 10 оқиғаның ішінде 8-і былай шешіледі, 2-і былай шешіледі деген секілді. Сондай бір методология құрылу керек та, психологиялық жағынан. Әлеуметтік зерттеулер қағаз жүзінде қалып қоймай, іс жүзіне көшу керек қой. Іс жүзінде болу керек. Бір екіншісі андай батыстан, орыстардан, анадан андай копировать етіп, анау қалай істеді, тура олай болмау керек. Біз өзіміз дара, бізге керек нәрсені шығаруымыз керек бізді. Бірінші өзімізді танып алуымыз керек. Қазақи психологияны шығаруымыз керек ортаға. Қазақша психология. Мен көремін, кейбір кітаптар болады, қазақ тіліне батыстың кітаптарын аударады. Сөзсіз бұл жақсы жобалар. Бірақ айтқым келген нәрсе, қазақ туралы жазу керек та. Басқалар туралы емес. Басқалар туралы ол ақпарат жеткілікті бізде. Ол интернет толып жатыр оның нәрсе. Бірақ қазақ қандай екені туралы, ол туралы ақпарат бізде өте аз. Көбі ақпараттар, мысалы, кеңес үкіметіне дейін жазылған жазушылардың нелерін оқимыз да, мысалы, ол уақыттың бірақ қазағы бөлек еді. Кеңес үкіметінен кейін қазақ біраз бөлек еді. Оны салыстырмалы түрде андай зерттеп, нету, енді бұл күрделі жобалар енді әрине. Бірақ жасаса өте күшті болар еді деп ойлаймын. Психологияны тек қана іс жүзінде емес, мысалы, қазақ психологиясының тарихы деген сияқты бір жобалар керек қой бізге сонда. Мысалы, бұрыннан бері бір айтқан бір идея ретінде қалдырайыншы осы жерде, бәлкім осы бағдарламаны көрген кісілер бәлкім ойланар. Жалпы бір халықты тану үшін екі ақпаратты салыстырып білуге болады. Тарихын оқу керек, қай жылы не болды, және де әдебиетін оқу керек, қай жылы қандай өлең жазылды. Сіз мысалы бір кез келген бір жеміс жидекті былай сықсаңыз, ішінен несі шығады, андай шырыны шығады, сосын өзінің жаңа несі қалдығы қалады ғой. Қалдығы ол тарихи кітаптарда, шырыны ол әдебиетте. Осы екі нәрсе қосқан уақытта сол кезде қазақ халқының картинасы шығады. Мысалы, былай айтайын, мысалы 1920 жыл болған оқиғаларды бір тізбектеу керек, 1920 жыл жазылған өлеңдерді айту керек. Сол кезде түсінікті болады. Ана оқиғадан кейін адамдар әсерленіп, мынандай ой жазған. Мынандай оқиғадан кейін мынандай мұңын шығарған. Мынандай оқиға біткен. Сол кезде адам түсінеді, мына халықпен хронологиялық түрде қай жылда қандай әсерлерде болғанын. Содан кейін шығаруға болады. Біз, мысалы, бір ғасыр бұрын былай ойлайтын едік, мынандай оқиғалар былай жауап бердік. 10 жылдан кейін мынандай оқиғалар болды, былай жауап бердік. 10 жылдан кейін былай тенденцияны көреміз да. Қазақ халқы қай жылдары қорқақтау болды, қай жылдар батылдау болды, қай жылдар көбірек еңбек етті, қай жылдар бытыра қашты, мысалы, қай жылдар неседі, оның барлығын көруге болады тенденцияны. Сол кезде түсінеміз, бұл андай бір медкарта секілді нәрсе ғой. Әрбір психиатрдың несі болады, андай картотека секілді, мына адамда қандай емдер болды, қандай әсерлер болды деген секілді халықтың несі хронологиясы шығады. Ол генетикалық кодпен бетпе-бет келу ғой былайша айтқанда. Сондай нәрсе шығады, и содан кейін біз айта аламыз қазақ халқына қазір не керек екенін. Өткенді сұрыптап, бүгінге шешім қабылдау ғой. Сондай бір нәрсе. Сіздің әріппемен сұхбатта айтқан сөзіңіз бар ғой, адам қиындыққа тап келгенде өзгереді депті. Қиындыққа тап келген кезде кейбір адамдар алқаш болып кетуі мүмкін, араққа, ішкілікке салынып өзгеруі мүмкін. Енді әртүрлі формалар бар ғой, адамда да су секілді, су ыстықта бұл болады, суықта мұз болады, адамда да сондай да. Қиындыққа келген кезде е жақсы жаққа, е жаман жаққа өзгереді. Адам қиындыққа тап болған кезде дұрыс шешім қабылдау үшін сондай бір қиын күйінде не істеу керек? Ойына ие болу керек. Адамның тек қана ие болатын нәрсе сол ойы ғана болды. Басқа еш нәрсе ие бола алмайды адам. Басқа нәрселер Құдайдың қолында. Бірақ Алла тағала солай жазған қағидаларды ойыңа қарап қалған жаратам дейді.
Сондықтан адам тек қана ойына ғана жауап бере алады, болды. Басыма келген нәрсені мен қалай деп танимын, әрі қарай өмірімде солай жалғасады деген қағида. Егер жаңа жазалау десем жазалау болып кетеді, емделу десем емделу болып кетеді, тазарту десем тазарту болып кетеді, мүмкіншілік деп қараса мүмкіншілікке ауысып кетеді, солай. Алла тағала адамға осы жағынан толық 100% еркіндік берген. Былайша айтқанда таңдау еркі бар ғой. Иә, таңдау еркі бар. Андай мысль материальный деген сөз бар ғой, андай ойыңа қарап тағдырың жазылады десе де болады, сондай бір нәрсеге алып келеді да Алла тағала. Былайша айтқанда ойыңды байқа дейді да. Жақсы өмір, жақсы ойлардың жемісі деген осында ашылып тұр ғой, иә. Әрине тағдыр жазылған, барлығы бекітілген, бірақ айтқым келетін нәрсе мынау, біз тек қана ойға әсер ете аламыз. И Құранда аят бар ғой, өзіңді өзгертсең, халіңді өзгертемін дейді Алла тағала. Өкінішке орай көп адам бұл аятқа қарсы анализ жасайды. Мысалы, адам келеді, көп ренжіген, мысалы, ренжіген, жаңа неткен, ата-анасына ренжіген, достарына, туыстарына, жақындарына, күйеуіне, әйеліне ренжіген, баласына ренжіген. Сосын сұраймыз ғой енді консультация кезінде, не болды деп, ол айтады, анау келді, маған пәленше нәрсені істеді, сондықтан мен ренжідім дейді. Былай қарасаңыз, дұрыс секілді, мысалы, анау келді, әсер етті, бірақ аят басқаша айтады. Аят не дейді? Сен қандай болсаң, халің сондай болады дейді. Сен қай жаққа өзгерсең, халің сол жаққа өзгереді дейді. Бұл не деген сөз? Егер аятқа қарап анализ жасайтын болсақ, анализ былай болу керек. Сен реніш секілді ауруың бар болғандықтан сен ренжітетін адамдарды жіберемін дейді. Сен ашушаң болғандықтан сен ашуландыратын адамдарды жіберемін дейді. Сен андай қалай десем екен, қатыгез болғандықтан саған қатты адамдарды жіберемін дейді. Түсіндіре алдың ба? Сен андай 200-ді демей ақ қой, енді көп өтірік айтатын адам болғандықтан сен алдайтын адамдарды да жіберемін дейді. Түсіндіре алдың ба? Мәселе солай жұмыс істейді. Алла тағала о бастан бізді жаратар алдында білген кімнің қандай аурумен ауыратынын. Сол ауруды біз өзімізге көрсету үшін бізді сондай адамдармен қоршайды. И біз оларға қараймыз да негізі өзімізді көреміз. Бірақ егер өзімізге ол нәрсені қабылдай алсақ, мойындай алсақ, ол кезде жақсы. Я мен шынымен де сондай. Мысалы, балаларым бар мен, балаларым бір жерде мені тыңдамаса, ол автоматически андай, значит, мен Құдайды бір жерде тыңдамадым деген сөз ол. Просто мен соны тауып алуым керекпін да, қай жерде тыңдамадым. Тоқтап нетуім керек. Өйткені Алла тағала мені сөйтіп тәрбиелейді. Әйелім тыңдамады бір жерде мысалы. Демек мен бір жерде тыңдамадым Алланы. Алла тағала сөйтіп көрсін. Мен пайғамбар емеспін ғой, или біз пайғамбарлық бітті ғой. Мындай аспан жарылып, періште келіп біз хабар бермейді ешкім. Бізге Алла тағала оқиғалардың тілімен сөйлейді. Адамдар сөйтіп жібереді бізге. Сондықтан адамның несіне байланысты, ішкі дүниесіне байланысты қоршаған ортасы сондай болады да. И егер шынымен де адам айтқандай ортасына байланысты болса ғой, онда бай адамдардың іштерінен кедейлер шықпас еді. Кедейлердің арасынан байлар шықпас еді. Бірақ Алла тағала керісінше жасайды. Өте кедей адамдардың іштерінен де жетістікке жететіндер болады. Өте байлардың арасынан да быт-шыт болып кететіндер де болады. Бұл не деген сөз? Демек адам ортасына тәуелді емес. Өкінішке орай адамдардың көбісі Құдай туралы жаман ойлағандықтан ризқы тар деп айтпай ақ қояйыншы енді. Бірақ көп материалдық нәрселерге қол жете алмайды. Неге? Өйткені Құдай бермейді деп ойлайды. Құдай бермейді деп көбі айтады, мен бай болғым келеді дейді да мысалы. Бірақ шынымен де қолына андай күрек беріп несе бір андай лауазым беріп ал істеп көрші десеңіз артқа қарай шегінеді. Көп адам шегінеді да. Не себеп дейді? Құдай бермейді деген ой өте тереңде жатыр. Сол себепті кедейлікте өмір көп сүреді адамдар. Өзі кедейліктің объективті, субъективті кедейлік деп екіге бөлінеді. Объективті дегенім ол Құдайдың бізге жіберген кедейлігі болады. Ол кедейлік бізді шыңдастыру, андай тазарту мақсатына жіберілген кедейлік. Мысалы, тарихтан бір үлгі ретінде, мысал ретінде алатын болсақ, арабтарға бірінші ислам келген уақытта, ол уақытта арабтар көп шарап ішетін. Көп ішетін. Енді білесіз, шарап ішкен адамның миы андай көп нәрсені жадында сақтай алмайды. Аяттарды, хадистерді жаттай алмайды екен. Адамдар қатты қиналады. Өйткені ұмытып қала береді да. Миы соншалықты жылдар бойы арақ ше андай шайылып кеткен да. Сол кезде не істейді? 3 жыл бойы бойкот болады. Кризис болады. Жаңағындай мұсылмандармен ешкім сауда жасамай қояды. Соншалықты кедей болып кетеді. Мұсылмандар өзі айналдырған 100 шақты адам өзі. Бірақ соншалықты кедей болып кетеді.
сахабалардың радиаллаху анху айтқан нелеріне, әңгімелеріне былай дейді: біздің нәжістеріміз нелердің жануарлардың несі тезегі секілді жап-жасыл болып кетті дейді да. Былайша айтқан уақытта тек қана андай шөп жеп кетті да, шөп, ондай жапырақ сондай жеп кетті да. Бірақ бұл 3 жылдан кейін, біткеннен кейін түскен Құран аяттарының саны күрт көтеріледі. Неліктен? Өйткені адамның миы аштық кезінде орнына келеді екен да. Былайша айтқан уақытта Алла Тағала Құранды жаттай алсын деген немен, мақсатпен дайындықтан өткізді ғой. Иә, 3 жыл бойы сонда кедейшіліктен өткізеді. Бұлар 3 жыл бойы аш жалаңаш сөйтіп өмір сүреді. Аш өте қатты қиналып өмір сүреді. Содан кейін арақ, шарап деген мәселе біраз артқа шегінеді. Бір екіншісі Құран жаттау қабілеті, қарилар пайда бола бастайды. Енді ол уақытта Құран толықтай түскен жоқ, но сол уақыттың несіне қарағанда қари адамдар шыға бастайды. Бұл объективті нәрсе. Бұл Алла Тағала қалады, бұның хайыры бар, бұның жақсылығы бар. Бірақ біздің қазіргі таңда субъективті кедейлік өте көп. Адам өзі дым істегісі келмейді, сосын Құдай бермейді дейді. Бұл баланың андай психологиясы болады ғой. 5-ті мен алдым, 2-ні мұғалім берді деген секілді. Бұл сол психология да. Бұл 30-40 жасқа келіп еңгезердей еркектің балаша ойлау ой өрісі қалыптаспаған да, ер адам секілді ойламайды ол. Ол әлі андай кішкентай бала секілді. Жаңа айттым ғой, оны тәрбиелегенде сөйтіп тәрбиелеген да, андай онымен ешкім санаспаған, бір екіншісі онымен ешкім ақылдаспаған. Шешім қабылдау қабілеті ода дамымаған. Дамымағандықтан ол кәсіп домалата алмайды. Адамдарды былай жан-жағына жинап, бір нәрсені істейік деп нете алмайды, мотивация бере алмайды да. Сол себепті ол жата береді, көп нәрсе істемейді. Бірақ өзінің көкірегінен мен сондаймын, сорлы бейшарамын деп айта алмайды. Құдай бермеді дейді. Түсіндіре алдым ба? Не істейін енді, бұйырмады деп сөйтіп отыра береді, мысалы. Аузын ашса көп күшті нәрселер айтады, андай. Бірақ қолында бір береке тұрмайды да. Сондықтан бұл бір пәтерлі немесе жаңағы қиын жерлерде тұрып жатқан адамдардың ой өрісін өзгерту керек. Бұл андай үстіне төгіп ақша берсеңіз де өзгеріп кетпейді. Өйткені әртүрлі жобаларды көріп жатырмыз, жаңа әлеуметтік. Шынымен де қиын қыстауда өмір сүріп жатқан отбасыларға жаңағы ақшалай көмек беріп жатқан сондай нелер көреміз, жобаларды. Ондай жобаларда балалар жылатып қолданады ғой. Мәселе жылатуда ғана емес. Сондай жобалар бар, көрдік қандай береді. Жағдайын да жасап береді, кәсібін де ашып береді, жарты жыл, бір жылдан кейін қайтадан қайтып келеді жаңағы. Неге? Өйткені ой өзгермеген да, ол ойы кедейдің андай бейшара адамның ойы да. Ол өзіне деген андай несі жоқ, ішкі тұлғалауы жоқ та. Ол әлі табысты адам болуға дайын емес қой. Иә, сондай нәрсе. Сондықтан оның бірінші ойын өзгерту керек. Бірақ бұл өте ұзақ процесс. Бұл андай оңай процесс емес. Көріп жатырмыз оны оңай нәрсе. Бірақ содан басталатын нәрсе. Жаңағы тар жерде өмір сүретін, жаңағы кедейшілік, ана-мына деген сияқты. Тағдыры мен Құдайды кінәламай, өзінен көруді үйрету керек та адамдарға. Өзің жауапкершілікті өзің ал, алды қарай жүр деген секілді. Осыған үйрету керек. Содан кейін ғана жаңағы мәселе шешіледі. Түсіндіре алдым ба? Ал зорлық көрсеткен балалар мәселесіне келгенде енді өкінішке орай бұл тез шешілетін жол бар деп ойламаймын. Әрине бұл жерде қорғау органдары да қатысу керек, әртүрлі әлеуметтік жаңағындай лауазымды сондай кісілердің несі атсалысымен шешілетін нәрселер бұл. Бірақ жалпы бізде отбасылық институттар құрылу керек. Мысалы, ата-ана қандай болу керек, ана болу деген не, әке болу деген не. Мысалы, ЗАГСқа барар алдында, неке қияр алдында шарт қойылу керек. Заңды түрде барасың, жарты жыл, 3 ай ата-ана болу курсынан өтесің. Бала туу курсынан өтесің. Жаңағы 9 айлық жаңағы ана құрсағында болатын өзгерістерді білуің керексің деген секілді. Ол кезде мысалы темекі тартсаң, арақ ішсең, балаға қандай зардап болады. Бұл андай принудительно болады, мәжбүрлеп болса да заң жүзінде нету керек андай. Өзіне қажетті нәрсені беру ғой былайша айтқанда. Иә, үйретілу керек, бұл заңды түрде болу керек. Мысалы, бір Африка мемлекетінде андай бір заң бар екен. Ажырасуға келеді ғой, мысалы отбасылар, мысалы. Заң бойынша ажырасуға келгенде
үйленген күні қандай киім киді, сол киіммен келу керек екен. Сезімдерді қайтару үшін, еске түсіру үшін. Соны көрсетеді суреттерін, ана жылап, жаңағы қайдан бастадық, қайда келдік деген біраз ойланады да адам. Содан жаңағы ажырасудан бас тартатындар да пайда болады. Сынай ойлау деңгейі сол кезде оянады ғой, сезім арқылы. Тоқтату керек та адамды, әйтпесе адам тоқтамай біраз нәрсені жарып, езіп кетуі мүмкін. Енді балалар деп айтсақ ауыр болып кетеді, жаңа да бұл тақырыпта сөйлестік. Бала кезінде зорлыққа тап келген ересек адамдар сол сәтті қалай болашағына жүк қып көтеріп жүрмей, өткен шаққа оқиғаны қалдырып кете алады? Сұрақ өте қиын сұрақ, жауабы да өте андай күрделі. Егер қысқаша айтатын болса, мен бұл бір отырыста түсіндірілетін нәрсе емес. Иманның 6 шарты болады. Соның бірі шарты тағдырға иман. Егер адамда тағдырға иман мәселесі әлсіз болса, ол өткен шағын тастай алмайды. Бұл мүмкін нәрсе емес. Не себепті? Өйткені тағдырды Құдай жазды, а Құдай қателеспейді. Бірақ адам көбісі ойлайды, Құдай қателесіп жазды. Алла сақтасын, мен өткен шағым басқаша болуы керек еді деп Құдаймен санасады. Мен қарап тұрмын, қате көріп тұрмын. Сен қалай қате көрмей қалғансың, жазған нәрсеңде деген секілді сөйтіп қарсы шығады Құдайға. Сондықтан бұл жерде бұл мәселені шешу үшін тағдыр мәселесін егжей-тегжейлі барлығын толықтай түсіндірілуі керек та. Тағдыр мәселесін, тағдырға иман, Алла Тағала қателеспейді, Алла Тағала тағдыр жазғанда бір шешім қабылданма, қайттан қайтпайды. Бұның барлығын отырғызғаннан кейін, содан кейін ғана адам түсінеді. Өткен шағы, қазіргі таңы, келешек шағы қалай үйлесімде тұрғанын сол кезде ғана отырады, сол кезде ғана түсінеді. Тағдырға имансыз адам өткен шағын тастай алмайды. Ондай нәрсе мүмкін нәрсе емес. Онымен көп жұмыс жасау керек қой, былайша айтқанда. Бұл андай тағдыр мәселесі ең күрделі тақырыптардың бірі. Бұны да түсіндіргенде көрінген адам түсіндірмеу керек. Өйткені түсіндірген уақытта егер ілімінде кемшілік болса, ол қате түсіндіреді. Қате қабылданған нәрсемен амал үлкен зардап қалып келуі мүмкін. Сондықтан о бастан тағдыр мәселесін ислам әлемінде де, қазақ немізде де түсіндіруге құқылы тек қана ғалым адамдар ғана болған. Оны өкінішке орай, бірақ қазіргі таңда тағдырды қалай болса да түсіндіретіндер өте көп. Мен айтып тұрған жоқ, мен керемет түсіндіремін. Бірақ айтқым келіп тұрған нәрсе, бұл мәселе егер шынымен де өте терең түсіндірілсе ғой, көптеген проблемалар шешілетін еді. Бірақ әлі жасалатын іс өте көп. Осы айтайын. Табиғат аға, уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін алғыс айтамыз. Сізге салып қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.